Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен ескі киімдерден қандай сол киімге жаңа өмір сыйлауды көрсетемін. Міне бірінші суретте көріп тұрғаныңыздай осындай сумкалар жасауға болады, үлкен сумка жасауға болады. Мысалы, ол жерге киімдер немесе дүкеннен сатып алған заттарды салуға болады. Міне екінші суреттен керегі жоқ джинсылардан немесе джинсылы күртелерден осындай әдемі сумка жасауға болады. Ол бірінші мысалы джинсыларды қиямыз осындай ұзын сызықтарға, және де қалай өз сумкамызды көргіміз келеді, соны қойып тігіп аламыз. Сол кезде осындай әдемі сумка шығады. Ал қазір мен сіздерге қалай жазғы футболка жасау керектігін көрсетемін. Бірінші жұқа кофта немесе футболка аламыз. Содан кейін оны кішкене қиямыз. Сіздің футболкаңыз қысқа болса, қиюға керек жоқ. Бірақ менің кофтам ұзын болғандықтан мен оны кішкене қиямын. Міне мен кофтамды қидым. Енді мен оны футболкаға айналдырамын. Сізде футболка болса, сізге қиюға қажет емес. Міне мен енді футболкаға айналдырдым. Сіз осылай қалдыра беруіңізге болады. Бірақ мен астыңғы жағын осындай ұзын сызықтарға қидым. Міне менде осындай әдемі футболка шықты. Бірінші тәсіл біз оны қалдыра береміз, ал екіншіден біз оны байлаймыз. Мен бірінші тәсілді таңдадым. Міне мен сіздерге осы футболканы киіп көрсеттім. Қазір жаз келе жатқандықтан сіздер де осындай футболка жасай аласыздар. Сау болыңыздар.